Дубайский чизкейкқа сабле, яғни основасын жасаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне сахарный пудраны саламыз да жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ерітілген сливочное масло, яғни сары май қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Келесіде өлшеп алынған ұн, алкализированный какао және кукурузный крахмал саламыз. Барлық ингредиенттарды араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Эластичный жұмсақ қамыр шығады. Бөлме температурасында қойып керек емес, жұмысты бірден ары қарай жалғастырамыз. Противеньге салып, духовкада асты мен үстін қосып, 150 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Енді формамыз дайындаймыз. Бізге осындай кольцо керек болады және фольга керек болады. Фольганы керегінше кесіп аламыз. Менде осындай рулонмен фольга. Осындай пирогтың формасының астын аламыз да, үстінен фольганы қойып, оның үстінен формамызды, кольцомызды қоямыз. 19 см сызғышпен, не болмаса осындай өлшегішпен өлшеп аламыз. И шетінен қайырамыз. Фольганы шетінен қайырамыз. Осындай қыстырғышпен қыстырып қою керек шетін. Тура видеодағыдай жасаймыз. Дайын болған коржыкты аламыз да, ұсақ бөліктерге бөліп, блендердің ішіне саламыз. Жақсылап оны ұсақтау керек. Ұсақ крошкаға дейін ұсақтап тастаймыз. Осындай блендер измельчительмен жақсылап ұсақтап аламыз. Тура видеода көрсетілгендей жақсылап ұсақтаймыз осылайынан. Ұсақталған ұнтақтарымызды бір ыдысқа саламыз да, үстінен ерітілген сары май, яғни сливочное масло құямыз. Енді жақсылап араластырамыз барлығын. Біркелкі масса шыққанша жақсылап араластырамыз, асықпай. Дайын болған масса осылайынан өзінің формасын ұстау керек міндетті түрде. Енді дайындап қойған формамызды аламыз да, осы дайын болған массамыздың көп бөлігін саламыз. 3-тен 2 бөлігін саламыз, қалған бір бөлігін түбіне дайындап қоямыз, түбіне салғанға. Енді осылайынан тура видеода көрсетілгендей қолымызбен основамыздың бортиктарын жасай бастаймыз. Қолымызбен равномерно бортиктарды осылайынан қойып аламыз ең бірінші. Чизкейктің биіктігі 6 см болады, мендегі форманың биіктігі 8 см, үстінде 2 см қалдырамыз. 8 см форма таппасаңыздар 10 см алуға болады, бірақ 8-бен жұмыс жасаған ыңғайлы 8 см бортикті алуға тырысыңыздар. Енді чизкейкіміз әдемі болу үшін шеттерін осылай қасықпен алып тастаймыз. 6 см қылып 2 см қалады. Әдемі болу үшін, түрі жинақы болу үшін чизкейктің осылай шеттерін ровно қылып аламыз. Қалған основаның қалғанын саламыз да, енді банкімен түп жағын престейміз жақсылап.
Түбін салып болғаннан кейін қайтадан бортиктарды дұрыстаймыз. Осы жер өте маңызды момент. Ең соңғы конечный результат осыған байланысты болады. Жақсылап тұрып пресстейміз. Банкімен пресстеген өте оңай, өте ыңғайлы. Осылайынан түбі жағын қаттылап банкімен соғып, қап-қатты қылып пресстеу керек міндетті түрде. Ең соңында чизкейкті формадан алған кезде барлығы шашылып қалмас үшін осыған жақсы көңіл бөлу керек. Шеттерін тағы да реттеп аламыз. Бізге товарный вид жасау керек. Бір жағы шығып, бір жағы кіріп тұрмау керек. Барлығы ровно болады. Основамыз дайын болған кезде міндетті түрде алып, холодильникке не болмаса морозильникке 20-30 минутқа майы қатқанша дейін қоямыз. Барлық ингредиенттарды өлшеп аламыз. Творожный сырға қантты қосамыз да миксермен араластырамыз. Негізгі тәртібі бойынша қасықпен араластыру керек, қасықпен. Бірақ мен өзім уақытты үнемдеу үшін миксермен араластырып істеп көрдім. Чизкейкқа еш нәрсе болмайды, сондықтан уақытты үнемдеу үшін миксермен миксерлей салуға болады. Жұмыртқаларды біртіндеп қосамыз. Қант еріген кезде қатты көп араластырып керек емес. Жұмыртқаларды бір-бірдеп қосамыз. Біріншісін, одан кейін екіншісін. Келесі сливкиді қосардың алдында міндетті түрде шетінде тұрып қалған творожный сырларды осылай араластырып аламыз ортасына қарай. Барлығы толығымен араласу керек. Творожный сырдың комоктар қалып қалмау керек. Енді келесіде сливкиді қосамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны дұрыс. Сливкимен араластырып болғаннан кейін келесі кезекте шоколадты құямыз, ерітіп жақсылап. Оны да жақсылап араластырамыз миксермен. Енді миксерлағанымыз үшін ішінде көп воздух кетіп қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып, осылай воздухтарды осы жерде шығарып жібереміз. 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Біздің чизкейкіміз дайын. Енді келесіде основаға құя беруге болады. Основаның ішіне құямыз толығымен чизкейкімізді. Ішінде бетінде тұрған воздухтар болса, лопатканың көмегімен осылайынан шығарып жібереміз. Духовкаға верх-низ деген режимға 130-135 градусқа астына міндетті түрде водяной баня қойып қосамыз 1,5 сағатқа. 1 сағат 30 минутқа қоямыз. Чизкейк пісіп шыққаннан кейін бөлме температурасына толығымен суытып, холодильникке кем дегенде 8-10 сағатқа қоямыз. Енді бетіне начинкасын дайындаймыз. 20 грамм белый шоколадты ерітіп, фисташковый пастаға қосып араластырып аламыз. Оның үстінен 50-60 грамм катаифи қосамыз. Катаифи жақсылап араластырамыз. Мен дайын қуырылған катаифи сатып аламын. Дайын болған массаны чизкейктің бетіне саламыз. Кішкентай қасықтың көмегімен барлығын тегістеп равномерно қойып шығамыз. Еріген шоколадтың үстінен сұйық майымызды құйып, осылайынан чизкейктің бетіне құямыз барлығын толығымен. Формасымен бірге қолымызға ұстаймыз да, шоколадты айналдыра бетіне тегістеп шығамыз. Бетіне крошкалар тұрып қалса, міндетті түрде алып тастаймыз товарный вид жасау үшін. Енді ақырындап формадан аламыз. Форма чизкейкке тым қатты жабысып тұрса, ыстық фенмен сыртынан форманың сыртынан үрлеп, кішкене жылытып алсаңыздар болады, бірақ бөлме температурасында біраз тұрғаннан кейін формадан оңай шешіледі. Енді фольгадан алып, ыдысымызға саламыз.
чизкейкті турау үшін пышақты кішкене ысытып алған дұрыс. Ыстық суға салып алып, міндетті түрде пышақты сүртеміз. Су пышақпен турауға болмайды чизкейкті. Енді беті сынбас үшін, бірақ менде видеода бәрібір кішкене сынып кетті. Беті сынбас үшін пышағымыз ыстық және асықпай турау керек. Осы жерде кішкене шоколадты пышақпен ысытып алып, солайынан аккуратно турау керек. Бір чизкейкті 8 бөлікке бөлсеңіздер болады, ал клиентке заказ берген бөлмеде берсеңіздер болады. Ал если по кусочкам сатсаңыздар, 8 бөлікке бөлеміз бір чизкейкті.